Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт. Ел бірлігін сақтаған татулықты айт. Асқан адамгершілікті, ел қорғаған батырлықты, елдің арасындағы татулықты бұлжытпай сақтауды адам бойындағы ең ізгі қасиет деп қастерлеуден туған нақыл сөз. Бала ата-ананың бақыты, оның сәби кездегі тілі, қылығы балдай тәтті. Әрбір ата-ана өз өмірін баласын өсіріп, оқытып, тәрбиелеуге арнайды. Сондықтан да екінің бірі бала жөніндегі әңгіме бола қалса, Абай айтқан осы нақыл сөзді қолданады. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Осы шумақтармен Абай өз балаларын оқумен тікелей байланыстыра баяндаған. Аз шығынды қызғанып, көп пайдадан құр қалма. Болмашы нәрсемен айналысып, алдағы көптеген игі іске араласпай, жүргендерге ақыл, кеңес ретінде айтылған нақыл сөз. Аз жұмысты қиынсынсан, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат қылмасан, көптен құр қаларсың. Бұл нақылды қазақтың халық ағартушысы Ыбырай Алтынсарин жазған. Оның бір қысқа әңгімесінің желісі мынадай. Әке мен бала келе жатса, жолда бір ескі таға жатады. Бала оны алмай өтіп кете бергенде, әкесі тағаны алады да базарда отырған темір ұстасына өткізеді. Ол аздап тиын-тебен береді. Әкесі оған жиі сатып алып, бір-бірлеп жолға тастап жүре береді. Тағаны бір-ақ рет еңкейіп алуға ерінген бала енді бірнеше рет еңкейіп шиені теріп жейді. Сонда әкесі: аз жұмысты қиынсынсан, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат ете білмесен, көптен құр қаларсың деп айтқан екен баласына. Айда болдың астында шаппағанда, атаның басында шабасын ба? Осындай жөні реті келіп тұрғанда айтпағанда, немесе бір істі тындырмағанда, қай уақытта бітіресің дегенде қолданыла беретін халық нақылы. Айдабол ертеде орта жүздегі елбасы болған адам. Қазірде Көкшетау облысында Айдабол атымен өзен көлдер аталады. Азат басын болсын құл, қолдан келмесе іске ұмтыл. Бұл нақылда қолынан келмейтін іске ұрынба. Егер ұрынады екенсің, онда өз басынды қор еткенін деген аталы өсиет бар. Айтар ақылы жоқтың, табар нақылы жоқ. Ақылды, даналық сөздің өзі де халық қамын ойлайтын есті кісілерден шығады. Біреуге жанашырлық айтып, ақыл айта алмаған адамның не жөн сұрайсың деген ойды білдіретін нақыл сөз.
оны айқайы көптің ақылы жоқ, айтары жоқтың нақылы жоқ деген нұсқасы да кездеседі. Ақынға қара сөзден өлең оңай, балыққа саяз судан терең оңай. Әркімге өзі істеп жүрген үйреншікті кәсібі, мамандық жұмысы оңай деген ой жинақталған ақындық нақыл. Оны халық ақыны Кенен Әзірбаев Қазақстан жазушыларының 5-ші съезінде сөйлеген сөз екен. Ақын деген бір бұлақ, көмілер көзін ашпаса. Қандай ақын болмасын, халықпен біте қайнасып, өмірден нәр алып, әрдайым өнер білімін жетілдіріп, шеберлігін арттырып отырса ғана оның таланты артып, жыры тасқындай бермек деген ой бар бұл нақылда. Ас біреудікі болғанмен, асқазан өзіндікі екенін ұмытпа. Денсаулық күзетіндегі ақ халатты абзал жандардың режим, диета сақтау керек дейтін ақыл кеңесінен туған нақыл сөздер. Асық айтсан да асыр айтпа. Қандай бір жағдай болмасын, қысыл-таяң кезенде сөйлесен де болған істі, көрген оқиғаны сол күйінде айтуға әдеттен. Оны кейін асығыста, қапылыста аузымнан шығып кетіп еді деп асыра айтып жүрме деген өсиет, кеңес қысқаша асық айтсан да асыр айтпа деген нақылмен түйілген екен.